Сонда бір күні Айша анамыздың үйіне пайғамбар жоқта бір міскін, жағдай өте төмен бір кісі, әйел кісі, екі бөпесін құшақтап есігінің алдына келіп тамақ сұрайды ғой. Бізге тамақ бересіз бе, қарымыз аш дейді. Жарайды деп үйіне кіріп кетеді. Негіз біледі үйінде шамамен үйінде ештеңе жоқ екенін. Үйіне кіріп кетіп, іздеп үш құрма тауып алады ғой, қатып қалған үш құрма. Осы оқиғаны пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кейін пайғамбарға Айша анамыз айтып беріп жатыр да. Сонда дейді, екеуін алды да дейді, екі кішкентайына берді дейді. Үшіншісі қалды ғой. Үшіншісін бүйтіп аузына бүйтіп апара жатты да, аузына жақындатқан кезде қайтып алды дейді. Сөйтіп екіге бөлді да, тағы да екі кішкентайына берді дейді. Осы оқиғадан таң қалдым дейді. Айша анамыз айтады, фәәжабани шәнуха дейді. Ана әйелдің іс-әрекеті мені таң қалдырды ғой дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи айтады ғой, әужабаллаху ләха биха әл-жанна дейді. Әу атақаха биха ән-нар дейді. Сахих хадисте айтады, Алла тағала дейді, осы ісі үшін сол әйелді, яғни екі кішкентайына қылған, бірақ құрма ғой беріп атқан сол ісі үшін дейді, Алла тағала оған жәннатты уәжіп қылды дейді. Немесе тозақтан құтқарды дейді. Енді ойлаңыздар, сіздерде бала шағаларыңыз үшін күн-түн қызметтесіздер ғой. Сіздердің де бұндай өмірлеріңізде іс-әрекеттер өте көп. Сондықтан егер осының бәрін Алла үшін істесеңіз, Алла сіздің сол балаңызға қылған бір мейіріміңіз үшін ырза болып сізді сол үшін жәннатқа кіргізіп жібере салуы мүмкін да. Қалған ештеңеңізге қарамауы мүмкін. Алланың елшісі, мен куәмін, көріп қоймын, андай күнә істеген. Ешкім дәлелдей алмайды қаласа. Ол Алланың мейірімінің шексіздігі сондай. Оны мынау шектеулі ми түсіне алмайды. Қараңыздар. Яғни біз Алланың елшісі сондай еді, оған қарап адамдар ислам жақсы көріп қалатын, Алланы жақсы көріп қалатын. Біз де шіркін-ай сондай құлдардан болсақ қой, адамдар бізге қарап исламдыға сүйсінетін, Алланы жақсы көріп қалады да бізге қарап, біздің мінездерімізге, күнделікті іс-әрекетімізге қарап.